Сабағымызды бастамас бұрын біз психологиялық дайындық жасаймыз. Яғни мұнда берілген стикерлер бойынша, яғни өздерінің көңіл-күйлеріңді бейнелеу арқылы, яғни өздерінің көңіл-күйлерін қайсысы таңдайсыңдар, соны таңдаған кезде астынан топтың атауы шығады. Сол топқа барып отыра қоясыңдар. Мынау бізде бірінші топ оқушылар. Ал мынау екінші топ, бірінші тобы, үшінші топ бізде көпмүше топ. Ойындар, осы топтан келіп ойындар таңдаймыз. Өздеріңе ұнаған көңіл-күйлеріңді бейнелеу арқылы үстінен жаймен басыңдар. Жаймен тек ортасын. Келе ойындар, келесі топ. Жаймен орындарға барып отыра қойыңдар. Қайсы топ шықты, сол орынға барып отыра қойыңдар оқушылар. Транспортер әдісі арқылы қазір бағалау жүреді. Сіздерге транспортерді таратып беретін боламын. Сол арқылы бағалау жүргіземіз. Және әр топтан топ басшысы тағайындалады. Топ басшысы берілген оқушылардың ұпайларын белгілеп алып отырады. Иә. Әрине. Бір-бірден ала қойыңдар. Топқа таратып беріп қойыңдар. Оқушылар біз топтан топ басшысы тағайындаймыз, иә? Бірінші топтан бізде Нұршат топ басшысы болсын. Екінші топтан Бермағамбет, үшінші топтан Ажар. Топтың атын жаза қойыңдар. Топ мүшелерін жазамыз. Сосын белгілеп алып отырамыз әрқайсысын басайық. Келесі кезекте оқушылар көршіме сенемін әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеретін боламыз. Көршілеріңмен бірге отырған дәптерлеріңді алмастыру арқылы үй тапсырмасын тексере қойыңыздар. Мұнда бізде қараңдар. Жауаптары берілген. Сол арқылы тексереміз. Үй тапсырмасын тексеріп болдық па? Иә. Шығарғанбыз ба үй тапсырмасын? Иә. Өте жақсы. Олай болса, ары қарай жалғастырамыз. Ең алдымен оқушылар Кликес платформасы арқылы өткен тақырыпқа шолу жасаймыз. Яғни өткен тақырыпты қайталаймыз. Қолдарында QR код бар, солай ма? Иә. Сол арқылы қазір сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші бізде берілген біріншенің дәрежесін нешеге теңіз? Жауап беру арқылы мен сіздерді тексеретін боламын. Өте жақсы. Маржан. Жауап бізде 8. Не үшін 8? Иә, дұрыс айтасыңдар. Берілген дәрежелерді қосамыз. Және Z-те бізде қандай дәреже? Жазылмай тұрған бір дәреже. Дұрыс айтасыңдар. Ары қарай жалғастырамыз. Бізде келесі екінші сұрақ. Қараймыз. Берілген көп мүшенің дәрежесін анықтаймыз дейді. Ал анықтаймыз кел. Асылай көтереміз. Жауап береміз. Нұрай. Барлығын жауап беріп бар? Иә. Олай болса жауапты қарайық. Жауап бізде 5. Не үшін 5? Плюс 5. Дұрыс. Біз жатсындар. Жауап бізде С. Не үшін С? Бірінші бізде не ашылады оқушылар? Жақша ашылады. Жақша ашылған кезде ішіндегі өрнектер қарама қарсы таңбамен шығады. Солай ма? Яғни бізде ішінде тұрған 2 М не болып шығады? Минус 2. Және ол 90 мен жаза М десе, дұрыс айтасыңдар, 7 М болады. Өте жақсы жарайсыңдар. Келген көп мүшені стандарт түрге келтіріңіздер дейді. Ал кеттік шығарамыз. Қараймыз.
Сосын плюс 8 бен 8-ге 3 қосылады, сосын 11, 4 ең қосылған 11. Демек, бізде өте жақсы. Оқушылар, барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін нешесі? 9. Жаңа тақырып бізде көп мүшелерді көбейту. Тақырыпты жаза қойыңыздар. Осы оқушылар бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты көп мүшені бір мүшеге көбейтуді орындау және көп мүшені көп мүшеге көбейтуді орындау. Яғни сабақтың мақсаты көп мүшені біз бір мүшеге көбейтуді үйренеміз және көп мүшені көп мүшеге көбейтуді үйренеміз. Ең алдымен оқушылар сабақты түсіне алады. Бізде бір мүшелерді өткен болатынбыз, солай ма? Және көп мүшелерді өткен болатынбыз. Бір мүше дегеніміз не еді? Бір мүше. Қандай сандардан тұрады? Бір мүше дегеніміз бізде 6, мысалы, а квадрат, б, солай ма? Немесе 7, а квадрат, y-тің 4 дәрежесі, немесе 3-тен 1, b квадрат, немесе 2-ден 1, с-ның квадраты, y-тің 4 дәрежесі сияқтылар бізде бір мүшелер болатын. Ал енді көп мүше дегенімізде? Көп мүше. Бір мүше. Дұрыс айтасыңдар. Осы берілген бір мүшенің несі? Қосындысы бізде нені білдіретін еді? Көп мүшелерді білдіретін еді. Ал енді қарайық, бүгінгі біздің тақырып, яғни көп мүшелерді бірінші бір мүшелерге көбейту. Бізде мысалы бір ғана мүше берген. Одан кейін бізде көп мүшелер берген, яғни көп мүшеде отырғанымыз жайын қандай бір мүшелердің қосындысы. Біз бір мүшені не істейміз? Ішіндегі әрбір дұрыс айтасыз. Мүшесіне жеке-жеке көбейтеміз, дұрыс айтасыздар. Ал енді мысал ретінде қарайық. 6ab көбейтілген а квадрат қосылған ab минус 2b. Біз не істейміз бірінші? 6ab-ны неге көбейтеміз? а-ның квадратына көбейтеміз. Ары қарай 6ab-ны одан кейін неге көбейтеміз? ab-ға көбейтеміз. 6ab-ны сосын неге көбейтеміз? минус 2-ға көбейтеміз. Ал енді көбейткенді қарайық. 6ab мен а квадратты көбейткен кезде 6ab дұрыс. Не үшін көп шықты? Себебі бізден істейтін дәрежелер қосылады, өте жақсы. Келесі 6ab көбейтілген ab. Екеуінде де ab деген әріп болғандықтан не болады? Келесі бізде минус 6ab көбейтілген 2b. Бізде бірінші тұрған 2 минус 6 мен 2 көбейтілген дұрыс. Енді мына мысалды қарап жүрейік. Жауап? 5a 3a көбейтілген. Жауапты айтыңдаршы өздерің. 15a 6 дәрежесі минус 5a 5 дәрежесі қосылған 5a А-ның 4 дәрежесі. дұрыс, 4 дәрежесі. Тексерейік, дұрыс па? Өте жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде көп мүшені көп мүшеге көбейту. Біз берілген көп мүшенің әрбір жеке мүшесін екінші көп мүшенің әрбір жеке мүшесіне не істеп шығамыз? Көбейтіп шығамыз. Яғни мына тұрған а-ны мен не істеймін? А-ны неге көбейтемін? А-ны неге көбейтемін? Енді көбейткенді қарайық біз. 2
жағында бізде киіз үй берген. Сықырлау дегеніміз не? Киіз үйдің яғни есігі, солай ма? Мына демек есіктің артында бізде тапсырмалар бар. Әркім өзі жеке тапсырмаларды орындайды. Келіңдер, 3-ші топтан бастап ала қойыңдар тапсырманы. Бір-бірден алып кете қойыңыз. Келіңдер, 2-ші топ. Келіп аламыз тапсырманы. Келіңдер, 1-ші топ. Сендерге осы тапсырманы орындау үшін оқушылар 4 минут уақыт беріледі. Сол 4 минут аралығында тапсырманы орындаймыз. Ал кет. Бізде электрондық тақтада сол арқылы тексеретін боламыз. Қараңыздар. Егер берілген екі есепті де дұрыс шығарған болсаңыздар 4 балл береміз. Егер дұрыс емес, бір есеп қана дұрыс болса 2 балл береміз. Түсінікті ме? Қараймыз. Апа, екеуі де дұрыс. Келесі бізде жарас қараймыздар. Жұптық жұмыс. Бұл бізде мен зерттеушінің әдісі арқылы, яғни мұнда берілген есеп жасалған болатын. Сол есепті мына зат арқылы тауып, есепті орындайтын боламыз. Мынаның ішіне салатын болсаңдар, бізде есептің номері көрінеді. Сосын есепті орындаймыз, жақсы ма? Бұл бізде жеке жұптық жұмыс оқушылар.
парақ болған болса, серілгі сәтін орындаймыз, яғни 25 сылқым. Қолдарында ақ парақ таратылады, сол парақпен біз мұнда ритуалдық орнымыздан барып отырамыз. Барлығымыз жасаймыз. Bir, iki, üç. Келесі бізде оқушылар функционалдық сауаттылық тапсырмасы. Мұнда сендерге Асхат функционалдық тапсырмасын өзі айтатын болады. Тыңдаймыз барлығымыз. Сәлем оқушылар. Мен инженер Асхатпын. Мен қойма салып бітірдім. Қойманың ені, ұзындығы, биіктігі белгілі. Сендер маған қойманың көлемін табуға көмектесіңдерші. Тыңдадық па тапсырманы? Ары қарай енді сендерге функционалдық сауаттылық тапсырманы орындау үшін 5 минут уақыт беріледі. Орындаймыз деп. Бірінші мынаның ішін көбейтіп алып, бөлек болсын көбейтіп, сосын екіншісіне көбейтіп алып.
көлемнің формуласы а көбейтілген б көбейтілгесі бізде ені тең x метрге, ал ұзындығы жақшасының 2x қосылған 1 метрге, ал биіктігі x қосылған 3 метрге. Енді көлемін табу үшін біз 3 біріншені көбейтеміз. Берілген мүшелерді көбейтеміз. Сосын көбейткен кезде менде 2x-тің кубы қосылған 7x квадрат қосылған 3x шықты. Сосын x-тен 2 метр деп алатын болсақ, барлық x-ті 2-ге саламыз да. Мәнін орнына қоямыз. Есептауар біздер елу метр куб. Барлығымызда 50 метр куб шықты ма? Өте жақсы оқушылар, жарайсыздар. Олай болса, барлығымызда 50 метр шыққан болса, 4 балдан қоямыз. Оқушыларға 4 балдан қоямыз, топ басшысы. Қараймыз. Келесі бізде топтық жұмыс. Әр топқа бізде есептер беріледі, топ болып орындаймыз. Түсінікті ғой? Және сіздерге орындауға 4 минут уақыт беріледі. Түсінікті ғой? Бірінші бізде дәреже тобы. Екінші бізде бір мүше тобы. Үшінші бізде көп мүше тобы. Иә, сол жерге орындайсыздар. қосылған 12 квадраты қосылған квадраты қосылған 15а. Нәтижесінде 3а квадрат қосылған 15а шығады. Дұрыс. Келесі есеп. Мұхаммед айтамыз. X пен x-ті көбейтгенде x-ті квадраты Дұрыс, иә. x-тің 4-ті көбейткенде 4x 2 мен x-ті x Біздің мұнда тұрған екі бірдей ұқсас мүшелер істеді. Қосылды, яғни бірікті, иә? Біріккен кезде жауап қанша болды бізде? X квадрат қосылған 6x қосылған 8. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бірінші топ. Сұрай кел. Біріншісін Нұрай түсіндірсін, екіншісін түсіндірсін. Түсіндіре ғой, айта ғой. 4x пен x Zaczynamy się x numeryczne 4x'e koşuyoruz. Kolay 4x'in kvadraты azaytılgan
тегіс x. Иә. Мына Иә. 2a мен a көбейтілген кезде 2-де қарамастап сандық болғандықтан 2-ді алып тұрады. И a мен a көбейтілген кезде a квадрат Дұрыс айтасың, иә. қосылған нақты асы жоқ болғандықтан коэффициенттер қосылып кетеді. 13 көбейтіледі 14 ал жартысы. Дұрыс, өте жақсы. Келесі есеп. Көпіншілерді көбейтетін кезде бірінші x-ға, сосын x 3-ке бөлінеді. x-ға бөлінген x квадрат қосылған 3x, сосын 5x-ға, сосын 5 3-ке бөлінген соң 5x қосылған 15, сосын Ұқсас мүшелер ұқсас мүшелер қосылды. қосылды. Дұрыс. x Жауап квадрат бізде? x квадрат қосылған 8x қосылған. Дұрыс, өте жақсы. Жарайсыңдар. Келесі бізде үшінші топ. Бірінші есеп жарайсыңдар. Бірінші есеп, үш жақсан сыртында үш егілікпен жақсаның ішіндегі егілік көбейтіледі. Сонда үш егілік квадрат болады. Сосын мына екеуі үшпен Ары қарай. Минус 2a жақшаның ішінде a азайтылған 3. Минус 2a мен a көбейтіледі. Ол кезде минус 2a квадрат шығады. Минус 2a көбейтілген 3, 6a. Минус 6. Тексереміз, да? Тексереміз. Ары қарай. Ол жерде y пен y қосылатын кезде y-дің квадраты болады, сосын y пен бір көбейтіледі. Дұрыс. Y пен қосылған 6 мен y көбейтіледі 6 y болады. 6 мен 1 6 болады. 6y квадрат қосылған 6y-дің квадраты қосылған 6. Енді қараймыз оқушылар. Мұнда оқушылар нәтижені жазған кезде 3y-дің квадраты қосылған 12 y-ді бізде 15 y-дің кубы ретінде жазып қойған. Ол дұрыс па? Жоқ. Дұрыс. Мен айттым сендерге бізде әріптер бірдей болса ғана және бірдей дәреже болып тұрса ғана қосылады немесе азайтылады. Солай ма? Енді мында қарайық. Біреуінде 5 біреуінде квадрат, екіншісінде бір дәреже. Екеуі бірген ма? Жоқ. Демек біздің бірінші есепте жауап дұрыс емес. Екіншісі де минус 2 көбейтілген. Бірақ нәтижесінде жауапты қателік қойған. Бірақ мұнда шешуі дұрыс па? Негізі қараңыздаршы. Шешуі дұрыс па? Мұнда жауапта жоқ. Мына жерде екі есепте. Шешуі дұрыс па? Шешуі дұрыс. Нәтиже бізде дұрыс емес. Дұрыс айтасыздар. Мұнда не үшін плюс болады? Минус пен минус болса плюс. Минус плюс. Келесі бізде оқушылар үй тапсырмасы. Барлығымыз үй тапсырмасын белгілеп аламыз. 95-ші бет, 13-те 12-ші тапсырма. Белгілеп алыңыздар үй тапсырмасын. Бағалау тоқпашылары маған белгіленген парақтарды бере қойыңыздар. Бере қойыңыздар. Осында берілген балл бойынша сендердің балдарыңды мектеп үйдуға қоятын боламын. Және қазір күнделіктерге қойып беремін, жақсы ма? Келесі бізде кері байланыс көңілді көзілдірік әдісі арқылы. Мұнда сендерге көңілді көзілдіріктер қалай қалатын болады? Бүгінгі сабақтың қалай болғанын осы арқылы айта қоясыздар.
Функционалдық сауаттылық тапсырмасы ұнады ма бағытына? Түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Олай болса оқушылар үй тапсырмасын үйреніп алған болсақ, сабақ аяқталды. Сау болыңыз.